Eshib bir janib bir kuyi deganda qizig'imni ko'rsatarmidim. Ko'p edi armonim sag'in givshan jarim salim solsa deb biroq ulgurmadim. Ko'p so'zlar aytilmadi qushog'im og'zib aytar edim barin. Bu endi o'zi qattiq bir sag'inishda aytolmagan so'zlar aytadim bir anim. Men shunda maqtanam senga yerdan ulug' bo'lganimga, har so'zingni jaddagan menga aytib bererman o'g'lima. Alg'iz aytam biz uchun o'tpag'ansingga qo'rg'oningga. O'zi bir so'zlarni aytib burun soncha qiyin bo'lganimga. Sizsin biz maqtanamiz. Men sizni esli ko'ramiz biz. Sizni katta saqlayman. Papa, men әлі 14-темін. Бәлкім, өмірдің үлкен белестерін әлі көрмеген шығармын. Бірақ мен бір нәрсені анық білемін. Менің бағымды, барымды, асқар тауымды өзіңізсіз. Кейде үнсіз отырып, сіздің біз үшін жасап жатқан еңбегіңізді ойлағанда жүрегіме жүреді. Сіздің шаршап келсеңіз де маған білдірмей, тұңғышым деп еркелеткеніңіз мен үшін әлемдегі ең қымбат сыйлықтардың бірі. Мен сізді ешқашан ренжітпеуге тырысамын. Өйткені сіздің қабағыңыздың түйілгені мен үшін дүниенің тарылғанымен тең. Сіздің бір күлкіңіз менің барлық қорқынышымды ұмыттырады. Аллаға шүкір, сіздің қамқорлығыңыз астында ештеңеден тарықпай еркелеп өсіп жатырмын. Папа, 7 мамыр Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Мен сізді қатты жақсы көремін. Папа, мен көп нәрсе айта бермеймін. Бірақ сіз мен үшін өте маңызды адамсыз. Сізбен сөйлескенде мен өзімді сенімді сезінемін. Себебі сіз әрқашан дұрыс жолды көрсетесіз. Сіздің әр сөзіңіз мен үшін үлкен сабақ. Мен сізге қарап қандай адам болу керектігін үйреніп жүрмін. Әке, мен сізде болғым келеді. Сіз сияқты мықты, сабырлы адам болғым келеді. Мүмкін мен оны жиі айтпайтын шығармын. Бірақ мен сізді қатты жақсы көремін. Мен әрқашан сіздің ұлыңыз болғаныма мақтанамын. Папа, мен сіздің кенже ұлыңыз болғаныма қатты қуанамын. Сіз менің үшін ең мықты, ең батыр адамсыз. Мен кішкентай болсам да, сіздің біз үшін қанша еңбек ететініңізді байқап жүрмін. Біз бақытты болсын деп бәрін жасайсыз. Кейде еркелеп тыңдамай кетсем ренжімеңізші. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз әрқашан күліп, ауырмай, ұзақ өмір сүрсеңіз екен деп тілеймін. Папа, сіз менің мақтанышымсыз. Мен өскенде дәл сіздей жақсы, мықты адам болғым келеді. Әрқашан қасымызда аман-есен жүріңізші. Папа, сіз менің ең жақсы көретін адамсыз. Мен сіз жұмыстан келгенде қатты қуанамын. Себебі сіз келгенде үйіміз одан да көңілді болып кетеді. Сіз мені үнемі қорғап еркелетесіз. Сіз мені жақсы көретінізді білемін. Мен де сізді қатты жақсы көремін, папа. Сіз ешқашан ауырмаңызшы, әрдайым күліп жүріңізші. Мен өскенде сізге көмектесем, ақылды қыз боламын. Менің папам ең күшті, ең мейірімді папа.